Сосын біз мысалы бір ас жасаған кезде, той жасаған кезде де жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: инна шаррат тағами индаллахи тағамул валима. Алланың қасындағы ең жаман тамақ дейді, тағам, ас, ол тойға қойылған ас дейді. Қараңыздар, қандай тойға енді анықтап алайық осы жерде. Юдға лаха әл-ағния, байлар шақырылады да, ютракул фуқарау, пақырлар шақырылмай қойылады дейді. Сонда үлкен ас жасап жатқан, той жасап жатқан кезіңде егер ол жерде міскіндер отырмаса, біз пайғамбарымызды сүйеміз бе, сүймейміз бе? Ұят қой, оларды қайтып әкелеміз десек біз. Ол не ұят ол? Ол иманның ұяты емес ол. Ол басқа бір ұят, шайтан салып жатқан да. Сондықтан тойыңыздың өзі құлшылық болу үшін үлкен бір ас беріп жатқан кезде пақырлар міндетті түрде жерде болу керек. Жетімдер жерде міндетті түрде болу керек, егер Алла тағала разы болсын десеңіз. Әйтпесе олар шақырылмаса ол жерге, құрбайлар жиналса, асылы өзі тамақ кімге беріледі? Қарны ашқа беріледі. Дұрыс жей алмай жүрген адамға беріледі. Көптен бері ет жемеген адамға беріледі. Ал енді оны күнде жеп жүрген адамдарды шақырып, не тойлайсың ол? Не той? Той Алла үшін болу керек та. Тойыңа дейін Алланың дидары үшін жасау керексіз. Мысалы Алла риза болған сәттерін сонда, мысалы жаңағыдай пақырлар, міскіндер деген нәрселерді әкеп, соны енгізіңіздер, стандартты, форматты өзгерту керек кішкене. Халық осылай жасап жатыр, осылай жаса береміз деп. Сіз Мұхаммед пайғамбардың үмбетісіз. Сізден шықпаса кімнен шығады бұндай жаңалықтар, бұндай жақсылықтар кімнен шығады? Сізге қарап тұр бүкіл әлем, бүкіл жердің беті қарап тұр, осылардан жақсылықтар қашан шығады екен деп. Сондықтан шығару керек бұл жақсылықтарды. Жаңа пайғамбарымыз анық айтып тұр ғой, тамақ астардың ең жаманы сондай бір тойға қойылған ас, байлары шақырылып, кедейлері, жаңа пақырлары шақырылмаған дейді. Немесе бір риуаятында айтады: юмнағу минха мәниәти. Сол тойға келетқан адамдарды қуып жібереді дейді бүйтіп. Ей, кетіңдер, сендер шақырылған жоқсыңдар деп. Ал келгісі келмей тәкаппарлап тұрғандарды қашан келесіңдер, қашан келесіңдер деп тұрады дейді. Осындай тағамдар, осындай астар дейді, бұл ең жаман астар дейді жердің бетіндегі. Сондықтан қай нәрсені жасасаң да кешегі аятқа қайтып келеді. Ең бірінші не деді? Ақиму уджухакум. Жүздеріңді Аллаға қойыңдар деп жатыр ғой. Сол жаққа тұрғызыңдар, сол жаққа түзеліңдер. Одан кейін әрбір ісің тек соның дидары үшін істелу керек сіздің. Той ма, үйлену ма, жұмысқа кіру ма, диплом ба, қай нәрсе, күллі өзіңе сән болып көрінген нәрсенің бәрін Аллаға істету керексіз да. Міне, сонда сізді Алла тағала өзінің діні үшін, өзінің жаңағы бір жақсы амалдар үшін пайдаланады жердің бетінде. Әйтпесе сізді не нәпсі, не жаңағы шайтан өзінің мақсаттарына пайдаланып кетуі мүмкін. Міне, осындай нәрселерден Алла тағала бізді сақтап жатыр. Сосын осы ысырап деген нәрсені жек көрсету үшін Алла тағала өзімен байланыстырды. Қарасаңыздар, мына сөзге өте үлкен тәрбие жатыр. Ысырап қылмаңдар. Иннаху ла юхиббул мусрифин. Расында ол Алла ысырап қылушыларды жақсы көрмейді деп. Көрдіңіз бе? Аллаға деген махаббаттың қай жақта? Мен жақсы көрмеймін дейді оны. Мен сізге баяндады, бізге баяндады. Көрдіңіз ғой? Артық тамақ ішіп жатқан кезде өзіңіз байқайсыз, уже кекіріп бастайды. Жота ұйқым кеп кетті деген нәрселер болады. Ұйқым кеп деген нәрселер. Ұйықтайсың. Артық тамақ деген нәрсе оның өзі жұмыс асқазан. Бүкіл организм сол жаққа кетеді, ағзаңыз. Сол ұйықтайсыз. Артық тамақ деген нәрселер жақсы нәрсе емес асылы. Сондықтан пайғамбарымыз жаңа хадисінде деді: сәл ғана беліңді түзеп алуға жесең болды ғой деп. Бір жерге қонаққа, тойға, бірдеңкеге барған кезде де бірден ана неңізді неден өткізіп алыңыз. Сканерден бүйтіп бір өткізіп шығарыңыз. Бір манты жеймін, бір алма жеймін, бір 3 кесе шай ішемін. Ол одан кейін ештеңке жемеңіз. Ол әр жерде сондай нәрселер. Сосын қонаққа шақырған кезде асты үстінде келіп, жеңдер, тағы жеңдер деп адамдардың мазасын алып жүріп қою керек. Көрдіңіз ғой? Жасадың, жайдың дастарханды. Өте үлкен қылып жасамаңдар дастарханды. Жаңа айтылып отыр ғой, егер үлкен қылып жасасаңыз, бірақ ол жерде жаңағындай жағдай жоқ адамдар болса, онда ол өте керемет нәрсе. Біреу атасына ас берем деген кезде де, атасына ас беру деген нәрсе емес асылы. Атасының атынан пақырларға ас беру деп аталады. Сонда жаңағы пақырлар жеген кезде ана атасының кітабына амал кетеді.
көрдіңіз, оны Алланың дидары үшін істеу керексіз. А сіз ас бересіз, күллі қарны тоқ туысқандар ағайындарың шақырып алдыңыз, бәрі жеді. Сауап не үшін жазылады? Қарны тоқ адамдар тамақ жеп кетті. Сондықтан жаңағы анау қарны аштырды екенсіз ондай асқа, егер қабыл болсын десеңіз. Көрдіңіз ғой, сонда ана жаққа керемет сауаптар кетеді. Кітабына барып. А мына жерде құр сенің атағың шығады, болды ғой. Сонда ысырап, жаңағы мал босқа кетті деген сөз. Тек адамдар үйлеріне барып баға береді, болды. О, жақсы жасапты, анау кім жақсы сөйледі, мынау кім сөйтті, мынау кім бүйтті деген нәрселермен. Бірақ асылы атаңа не барды? Қарны тоқ адамдар тамақ жеді. Қалай сауап жазылады ол жерге? Сондықтан ас беруден өзі Құдай тамақта бекер айтылып тұрған жоқ қой ол. Ол Құдай тамақ дегеннен кейін ол Құдайдың разылығы үшін жасалатын тамақ ол. Алланың разылығына міндетті түрде жеткізу керек ол. Сондықтан сізге ақыл берген. Қалай жұмсайсың бұл малды? Қай мақсатта орындайсың? Сол кезде жаңағы пайғамбарымыздың өсиеті есіңізде болсын. Пақырлар шақырылмаған ас ол ең жаман ас дейді.